Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Менің каналыма қош келдіңіздер. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Бүгін осындай өте дәмді, пышный беляши дайындайтын боламыз. Қамыры өте жұмсақ шығады. Ең алдымен ыдысқа жылы су, жылы сүт, бір кішкентай қасықпен шекер, кішкентай қасықпен тұз салып, шамалы араластырамыз және құрғақ дрожж саламыз. Араластырып отырып, сұйық майды құямыз және бір дана жұмыртқа саламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді оның үстіне електен өткізіп отырып, ұнды саламыз. Ұнды бірденен салмаймыз. Бөліп араластырып отырып саламыз. Ең бірінші венчикпен, одан соң қасықпен араластырдым. Және ең соңында қолмен араластырып қамыр иледім. Ингредиенттерінің барлығын описание бөліміне қалдырамын. Описание бөлімінде жылдам әрі оңай дайындалатын видео рецепттерім бар. Сілтемелерді басып, менімен бірге дайындап көріңіздер. Міне қамырды илеп болдым. Енді 1 сағатқа бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Қамыр жақсылап көтерілуі керек. Міне бізде қамыр көтерілді. Өте әдемі қамыр шықты. Қолымызды майлап, қамырды дастарханға түсіріп, дастарханды да майлап аламыз және осылай ұзынша етіп созып, бір келкі бөліктерге бөліп аламыз. Енді әр қайсысын осылай қолмен домалақ пішін жасап дайындап қоямыз. Міне қамырды домалақтап дайындап алдым. Шамалы бетін жауып 4-5 минуттай қойып қоямыз да қамырымызды қатты жұқаламай жаямыз. Және мен осындай фаршқа картошка, асқабақ қосып, фаршты алдын ала қуырып алдым. Және ортасына салып, осылай бүріп отырып, домалақ пішінде дайындап аламыз. Міне тағы да біреуін көрсетіп жатырмын. Қатты жұқаламауы керек. Қамыр қатты жұқа болса, қамыр тесіліп қалады. Осылай бүреміз. Барлығын бір жерге бүріп отырып, домалақ пішінде беляшимызды дайындап аламыз. Міне осындай әдемі пішінде шықты. Енді қызып тұрған майға екі шетін кезек-кезек қызарғанша қуырып аламыз. Бір беті қызарған соң екінші бетіне аударып отырып, толығымен пісіріп аламыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңыраушаны басып, комментария бөліміне сұрақтарыңызды қоя кетсеңіздер болады. Сұрақтарыңызға міндетті түрде жауап беремін. Міне біздің беляшимыз дайын болды. Өте пышный, дәмді болып шықты. Балаларыма, өзіме де қатты ұнады. Осылай жасап көріңіздер. Жасау жолы да оңай. Сіздерге видео рецепт ұнаған болса,
поделицаны басып WhatsApp желісіне таратып қойларыңызды сұраймын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.